Яу достар, енді бұл видеода мен кликбейт жасаған болатынмын. Бұл жерде ешқандай кедоктар туралы айтылмаған, жай ғана бұл сіздерді көңілдеріңізді аулау үшін және енді не істеу үшін, яғни даму үшін десем, білмеймін, короче, сондай үшін жасалған превью, сондықтан мән бермесеңіздер болады. Енді достар, бұл видеода мен деген алда қарасаңыздар қызық болады, сондықтан осы видеоға міндетті түрде лайктарыңызды басып тіркеліп кетіңіздер. Келесі видео достар 70 лайктан кейін болады. Давай, бағымызды сынап көрейік. Гоуте. Je lui ai dit aime-moi, prends-moi dans tes bras et je n'ai plus personne. Et ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps. Et si tu m'abandonnes, je suis pas celle que tu crois. Aucun cabron ne m'a touché, à part toi qu'avec. Достар, енді осы аккаунтты алам дейтін болсаңыздар, маған дысы конфама немесе өзімнің дысыма келіп жазыңыздар. Мен сіздерге жауап беруге тырысатын боламын. Достар, енді интересінеға келіп просто қызық көріп кететіндерді чысыға тығатын боламын, және кедоктарды чысыға тығатын боламын. Достар, енді алам десеңіздер, шынай келіп алып кетіңіздер, мен ешкімді алдамаймын және алданбаймын. Давайте, кеттік достар. Хияу МКП-стер қауым, сіздермен бірге мен әдеттегідей изгар емес, әдеттегідей мен онтик достар. Достар, енді бұл видеода өздеріңіз атынан және превьюнан көргендей, так, превью айтпақ, кликбейт қылған екенмін ғой. Короче, видеоның атынан көргендеріңіздей, бүгінгі видеода мен деген алда дамитын, алданы бастап келе жатқан көшбасшы ютуберлер туралы айтатын боламыз. Және олар кімдер екенін бәрін айтатын боламын. Сондықтан сен видеоны құр көріп кетпей, менің арнама тіркеліп кет. Себебі менің арнам саған өте қызыққа толуы мүмкін. Менің арнамнан өте қызықты видеоларды көре аласың. Ал енді видеоға кеттік достар, гоуте. Ютубты алда бастап келе жатқан біздің атақты ютуберіміз ол Изгар. Изгар өте кереметтей ютуберлердің бірі. Оның арнасынан сендер өте қызыққа толы видеоларды көруге болады. Және видеосына өте қатты тырысатыны да белгілі десек те болады. Изгар егер ютубтан кетіп қалып проблемалары болмаса, ол міндетті түрде демфилардың қатарында және алда дамып келе жатқан ютуберлердің бірінде болады. Сондықтан қазақ ютубын дамытып жүрген ютуберлердің бірі деп ойлаймын. Мен 4-ші орынға Клейфи арнасын қойғым келеді. Білемін, біздерден қарағанда жасы кішкентай болғанымен қазақ ютубын дамытамын деп ютубқа келген біздің Клейфиға респект қойғым келеді. Себебі Клейфи ол жасы бізден кіші болса да қазақ ютубын дамытуға үлесін қосып жүр. Оның әрбір видеосы хайповый және соңына дейін көруге кеңес беремін. Және өте кереметтей ютуберлердің бірі деп санаймын. Сондықтан мен Клейфиді 4-ші орынға қойып отырмын. Достар, 3-ші орынға мен өзімнің жан дегенде жақын достарымның бірі Спидиді қойғым келіп отыр. Спиди өте кереметтей ютубер десем де болады. Қазақ ютубының дамытуға үлесін қосып жүрген ютуберлердің бірі деп ойлаймын. Спидидің бұл қазақ комьюнитетіндегі орын алары сөзсіз десем де болады. Және әр видеосы өте әдемі және не дейтін ұмытып қалдым ғой. Короче, оның әр видеосы өте сапалы және хайповый десем де болады. Мінеке достар, өзіміздің 2-ші орнымызға да келіп жеттік. Достар, 2-ші орынға мен Мәтжан деген баланы қойғым келеді. Мәтжан ол өте керемет видеоларды түсіреді және каналын дамытуға тырысады. Және қазақ МКП-сін де дамытуға тырысады десем де болады. Оның әр видеосы өте керемет және адамды өзіне тартады. Сондықтан мен Мәтжанды 2-ші орынға қойғым келеді. Және де
біз енді бірінші орнымызға кеттік достар. Қазақ ютубы Морнисіз бола ма? Мен бұл Морни деген арнаны бірінші орынға қойғым келіп отыр. Себебі ол өте қатты видеосына және каналын дамытуға тырысады. Және оның әрбір видеосы өте сапалы және әр адамды қызықтыратын видеолар бар. Сондықтан мен Морни деген ютуберді бірінші орынға қойғым келіп отыр. Міне енді мен сіздерге осы топ 5 ютубер туралы алда дамитын ютуберлер туралы видео шығардым. Енді достар, сіздер бұны еңбекпен бағалап, келесі видеоға дейін 70 лайкты жинап тастайық. Сондықтан достар, енді осы видеоға міндетті түрде лайктарыңызды басыңыздар, себебі бұл видеоға өте көп уақытым кетті десем де болады. Және мен ютубқа көп видео сала алмағанымның себебі неде десеңіздер, менде 90-дық жиындық, сол тағы проблемалар, үйдегі проблемалармен болып жатыр. Сондықтан видео салуға уақыт келмей жүр. Сондықтан міне сіздерге енді уақытым жетті. В общем, осы видеоға міндетті түрде лайкпен бағалап, менің арнамды көріп кетсеңіздер болады. Және достар, енді осы жаңа сотка алуға дейін мен уақытша видео түсіретін боламын. Сол нені алғаннан кейін, сотканы алғаннан кейін, сонда мен новый керемет видео шығаратын боламын. Және қатпайтын қылып, туып монтажы шығаратын боламын. Достар, енді сіздермен болған мен Морни... Қаяқты оны, ё-майо. Видеоны құрттым ғой тағы. Короче, видеоны... не деп кеттім. Сіздермен болған, мен 10 келесі видеоға дейін сау болыңыздар.